Керемет. Бүгін көңіл күймен, керемет көңіл күймен сабағымызды бастасақ, я? Біздің сыныбымыз қандай? Керемет. Біздің мектеп қандай? Керемет. Жансу апай қандай? Керемет. Жалпы мектеп мұғалімдері қандай? Керемет. Керемет. Яғни керемет көңіл күймен сабағымызды бастайық. Рахмет. Ал үй жұмысымызды тексеруден бастасақ, топ басшыларымыз бағалау парағына бүгінгі кешегі үй берілген тапсырма бойынша тірек сөздердің мағынасы ашылған ашылмағандығын тексеріп шықсын. Қалғандарымыз бинго әдісі бойынша не істейміз? Үй жұмысын тексереміз. Қазір мен таратпа қағаздарды беріп шығайын. Топ басшы тарқат. Яғни бірінші алғашқы 3 минутта кім көп жауап берсе, топ басшы бинго ұтысын ұтқан оқушы бинго деп орнынан тұрып, не істеу керек? Орнынан тұру керек. Кеттік. Уақыт 2 минут уақыт қалды. Уақытта жетеді. Бинго ұтысын кім ұтты? Топ басшылар. Санаймыз. Ең үлкен көп жинаған. Сенім. Екінші топ. Айша. Бір адам. Ең әдемесігін, дұрыс па? Кеттік. Сен оқы. Орталық жүйке жүйесінің сезу бөлімі болып табылады. Ал санай бөлімі дегеніміз сөйлеу түсінігін қалыптастыратын бөлім болып табылады. Келесі. Маңдай бөлімі сезу бөлімі болып табылады. Керемет. Дұрыс па? Толықтай келсеміз, бинго ұтысын ұтқан оқушыларға топ басшылар 6 балл деген жаңағы плюс-минусын бағасын қойып, бинго деп жазып қоямыз. Бинго ұтысын ұтқандарға, ал біздің тарапымыздан не болады? Қошемет. Ал кішкене құрылысына келгімізге отыр. Тек түспенен айтсақ, төбе бөлімі қандай түс? Елдос? Қызыл түс дейді. Дегенменде жақсы ми бөлімдері жақсы есімізде қалыпты. Керемет, жақсы. Ал енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбын мазмұнын ашу үшін біз қазір кішкене әдіс қолданамыз. Барлаушылар әдісі арқылы сабағымыздың тақырыбымыздың мазмұнын ашқымыз келіп отыр. Қазір барлаушылар біздің өзіміздің қолданыста жүрген әдіс, түсіндіріп айта кетейін. Барлаушылар деген сөздің ұғымы қандай? Бақылаушылар, партизандар. Бір елді барып не істеп келеді? Бақылап, тексеріп келеді. Яғни бүгін біз партизандар рөлін ойнауымыз керек. Әркім өзінің міндеті болу керек. Байқап отырсақ, 5 міндет бар. Қазір мен бөлем. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Әрім өз міндетін түртіп алсын, дәптерге танысып алсын. Олар орталық жүйке жүйесінен қимыл қозғалыс нейрондары арқылы түскен тітіркендіргішке жауап беретін рефлекторлы доға құрамына рецептор, сезімтал жүйке, жүйке орталығынан қарады. Ағзаның рефлекторлы бөгіліп және жазылу жанындағы бақылаушылар, барлаушылар, орнымыздан тұрамыз. Бірлер, қандай сөз материал мазмұнын ашатын сөз тіркестерін жазып алу еді? Айта ғой. Оқып, Тітіркендіргіштер, рецептор, сезгіші. Қосып аламыз ба, Сымбат? Нейрон тітіркендіргіш. Жүйкеде аралық нейрондар әртүрлі мүшелер. Керемет. Келесі. Оқиға болған орынды анықтау. Екінші барлаушылар, Керемет, Адам мүшелері. Адам денесі. Жақынбек. Жайменен мазмұн ашылып жатыр, қай жерде не болып жатқан түсінікті болып келе жатыр. Келесі тақырыпта кейіпкерлердің саны және ең жиі кездесетін кейіпкер кім екен? Арай. Керемет. Сонымен біздің мына видеомыздың мазмұны бойынша қалай ойлайсыздар оқушылар, бүгін бізде қандай тақырып, не жайлы сөз қозғалайын деп жатыр, не жайлы тақырып өтейін деп жатырмыз? Рефлекс және рефлекс доғасы. 40. Ал енді қаламызды алып, қандай термин сөздер кездеседі екен? Орнымызда отырып айта береміз. Бірінші. Қандай?
Рефлекс тоғасы. Елдос. Так, тақтаға назар аударайық. Қаламсап бәрін ручканы қойып, тақтаға назар аударайық. Кішкене тыңдалым болсын, е? Жаңа бізде тақырыптың мазмұнын аштық, жалпы қай жерде жүретін процесс бәрі түсінікті болды бізге. Бірақ дегенмен де тағы тоқталғым келіп отыр. Ең бізге жаңадан қосылған термин сөз ол рефлекс. Латынша жауап қайтару деген мағынаны білдіреді екен. Яғни ағзаның тітіргеніштікке жауап реакциясы. Суық кезде болмаса жануарлардың не істеуі? Жүндері не істеп кетеді? Мысалы мысықтардың, күн салқын кезде үлкен болып үлкейе бастайды, дұрыс па? Не себепті? Өмірлік жағдаятта сендерге түсіндіргім келіп жатыр. Не себепті? Себебі түргену сыртқы ортаға не істеп жатыр? Жауап қайтарып жатыр. Ол тітіргеннен кейін жүндері үлкейіп, ол жылуды не істейді? Денесінде сақтайды екен. Ыстықты, суықты сезіп отырып, сезімтал нейрондар арқылы не істейді? Орталық жүйке жүйесіне жұлынға не келеді? Сигнал келеді. Бұдан сигнал шығып, орталық жүйке қозғалтқыш нейрондар арқылы жұмыс мүшесіне келеді. Жұмыс мүшесі ол өтілген түрін қарап қойыңыздар, қалай жүретінін жақсылап мұқият қарап алыңыздар. Рецептор, сезгіш нейрон жұлынға келеді. Бірдестен не істейміз? Жауап береміз. Есімізде не қалды? Сол бойынша жұмыс жасаймыз. Бүгін бір түрінде зерттейтін боламыз. Келесі сабақта практика жүзінде зерттейтін боламыз. Яғни іс жүзінде өзіміздің денемізге жасап көретін боламыз. Рефлекстік доғаның қалай жүретінін. Бүгін теория жүзінде зерттейміз. Уақыт бітті. Сағат тілмен ауысамыз, тексереміз. Дұрыс жауаппен тексереміз. Кеттік. Бағаны түртіп алайық. Неш балл жинаған? Топпашылар, жылдам тез-тез. Неш балл жинаған? Уақыт кетті. 2 минут. Уақыт бітті. Сағат тілмен ауыстырамыз. Сағат тілмен ауыстырамыз. Тексереміз. Балын жазамыз. Топпашылар жазып аламыз. Балын қайтып егесіне береміз. Неш бал болды? 2. Молодец. Так. Арасында әлі де 1 балл жинап атқандарымыз бар екен. Неден қателестік? Ал енді 3-ші тапсырмамызды орындаймыз. Топтық жұмыста кәнеке орындап көрейік. Бұл тапсырма бізде мына әдіспен өткіміз келіп отыр. Болжам әдісімен. Тәсіліміз, бірінші, менің пайымдауымша деген бағанды толтыру үшін біз өзіміздің пайымымызды айтуымыз керек. Ізденбей тұрып, кәнеке өздеріңіздің ойларыңызды, идеяларыңызды 2 ауыз сөзбен топта түсіріңіздер. Кеттік. Уақыт кетті. Не, қалай түсінеміз? Әркім өзінің пайымын айтсын. Топбашы жазып отырады. Пайымдауынша. Қандай пайым бар? Жоқ па? 3-те мүлдем пайым жоқ па? Ізденбес бұрын мен өзім рефлекс деген сөздің оғым қалай түсінем? Қалай түсінесіңдер? Солай пайым келтіру керек. Уақыт бітті. Бірінші топ кәнеке тыңдалым жасайық. Тыңдалым. Кері реакция болып саналады. Рефлекс уақытша жауап беру мағынасын береді. Сыртқы ортаға реакциясы рефлекс доға бұзылса, сырттан көзар болғанда адам рефлекс келесі. Тағы да, мағзұм. Тағы да, жақсы тыңдалым болған мағзұмда. Тағы да. Ал енді біз қазір шын мәнісінде деген бағанды толтыру үшін жасанды интеллект қолданамыз,
өздеріңіз, яғни Gemini, Canva, соларды қолдана отырып, әр топ мүшелеріне арналған тапсырмалар, өмірлік жағдаят, функционал сауаттылығымызды не істейміз? Дамытатын боламыз. Топ мүшелері, топ басшылар не істейміз? Әр топ мүшеге тапсырманы бөліп берсек. Бірінші топ бізде болады. Кімдер? Цифрлық модель жасаушылар. Екінші жасанды интеллект бойынша сарапшылар. Үшінші жаңашыл зерттеушілер. Төртінші өмірлік жағдаят шешушілер. Яғни рефлекторлық доға бойынша кәнеке. Шын мәнісінде және пайымдауымызша қанша нәрсе білгенімізді салыстыратын боламыз, Үшінші топ дайынбыз дейді, керемет. Болды, бәрін жиыстырамыз, ашып дүниелерімізді, жаңағы модельдеу жұмыстарымызды слайд түрінде ашып қоямыз да, кәнеке бірінші топ бастайды. Цифрлық идея айтты бойынша. Біз бірден қолымыз қозып, бірден Өймен жылында орналасқан түсіргендіргіш пайда болып, жолға... Тағы да жақсы модель құрастырып беріпті, түсінікті болды ғой жалпы сіздерге, жүру, қалай, қандай, қай жерден кейін қалай жүретіні, керемет. Тыңдауын. Ағзаның жүйесі қорғалады, және қозғалысы мен сезімталдығы төмендейді. Молодец, Тездер, роботтар, яғни жасандылық, жасампаздық және жаңашылдық бойынша өздерінің идеяны ортаға тастайды, айта ғой. Роботтар жасауға болады деп отыр, керемет, тағы да бар ма? Қосатыңыз. Жасанды интеллект арқылы діни қызметін талдау әрі жылдам рецепторлары жұмыс жасайды. Содан кейін жүйке жүйесі бізде бірде температура мен ауырсыздық рецепторлары жұмыс жасайды. Сол кезде сізге жүйке құлағыңызбен естіп, кері байланыс. Кім не тыңдауым бойынша? Елдос. Бізге байланысты рефлекс айтқа ұнады. Не ұнады? Спорттағы рефлекс. Рефлексия сағы? маған екінші топтың жауабы ұнады. Яғни рефлекс адам өмірінде маңызды. Суық кезде біз денеміз тізгеледі, мысалы аяққа балғамен ұратын болса, ол өздері стимулдайды, немесе Бүгінгі сабақта алған мәліметтеріңізді өз өміріңізде қалай қолдануды жоспарлайсыз дейді. Кері байланыс. Қандай жағдайда қолданасыз? Сымбат? Төртінші топ айта кеткендей, рефлексияны күнделікті өмірде қолдануға болады. Мысалы, Зілтап айтқандай, жолда машинаны көрген кезде біздің көзіміз оны байқап. Ең қызық жері, кәнеке. Сіз үшін сабақтың ең қызық жері, модель арқылы түсініп отырмын, Келесі. маған қызық өткен жері, үшінші тапсырмамыз бүкіл есік жабылып, модель істегенбіз. Керемет. Келесі. Сіз үшін қиындық тудырған тапсырма. Қай жерде қиналдық? Кім қиналды? Кім қиналды? Қиналғансы болды ма? Жоқ, болмады. Келесі сұрақ. Ең соңғысы. Сабақ барысында қандай жаңа ақпарат сіз үшін ең пайдалы болды? Керемет. Ал оқушылар, осымен бүгін сабағымыз түсінікті болды деген ойдамын. Үй тапсырмасы да түсінікті болды деймін. Сау болыңыздар.